Бүгінгі видеода біз Астана қаласынан 250 км жерде орналасқан көлге барып 2026 жылдың жаздық рыбалкасын ашамыз. Және де бірден трофей ұстаймыз. Видеоны жіберіп болмаймыз, алда нағыз экшн. Мама қатты майыстырып тұр. Көтерсің. Один сазан. Хороший сазан. Түнгі сағат 2-де жолға шығып, мінекей таңғы сағат 5-те уже аман есен көлдің басына қарай кеп қалдық. Ана бізде мінекей оң жақта көл. Бүгін бізде қасымызда Талада бар. Ассалаумағалейкум. Талада екеуміз, как всегда, соленый огурцы бәрін алып четкий болып келе жатырмық. Біз палаткаға жайғастық, далада жаңбыр, бірақ бізде дождевик барлығы бар. Сосын біздің бүгінгі ашылу рыбалкаде бір необычный тамақ жасайық деп. Манта бар ка, оған қазір суды құйып қайнатып. Мына жақта бізде манты болады. Ойлаңыздаршы, рыбалкаде айдалада үйден 250 км жерде біз қазір манты істейміз. Сондай достар, бізге білесіздер ма, Ареке балықты түнде аулап жатқан кезде вообще қиналмашы деп біздің Армитектегі достарымыз өздерінің кезекті Predator Pro дейтін кереметтей фонариктарын жіберген екен. Олай болса обзорды ашып көрейік. Бүгін біздің балыққа көмек тема. Қысқада нұсқа характеристикасын айтып кететін болсақ, примерно батарейкасы 32 сағатқа деп арналған. Яғни бастапқы 50%-да ол өте қатты да жұмыс жасайды. И одан кейін 50%-дан сәл түскен кезде уже бірден өзі автоматически 1 тонндық яркістіға түседі. Яғни яркісі слабый болады, бірақ сізді барынша өте ұзақ уақытқа жеткізеді. Сондай-ақ 501 метрді ашып береді алдыңыздағы и жарығы 1000 люмен. Армитек өзінің заттарына гарантия беруден қорықпайды, себебі бұлар бізде 10 жылдық гарантия береді. Сондай-ақ, достар, бұл бізде өте герметичный, судың астында да жасай береді. Мантының суы қайнады, аңғарсаңыздар. Альфа мини дейтін следопыттың кішкентай ғана осындай газы бар да, соның өзі бірден бізде уже ысытып жатыр ғой. Ал, бисмилля, үстіне тамақ қоя берейік. Енді бір 40 минутқа, 40 минут шыдасақ бізде уже мантыда піседі. Соленый огурцы домашний, салат. Қазір чай ішеміз. Мощный ашылу болайын деп тұрған. Ал жалпы өзі осындай Армитек Predator. Мына кнопкасын басып жақ, осыны маркет етуге де болады. Ал шын жарыға, мына осындай көрдіңіздер ма? Адам көзіне түсірсең зайчик болады. Манты пісті, как раз даланда жаңбыр тоқтайын деп жатыр. Осын жеу алып, сосын тірліктерді бастаймыз ал. Біздің вид осындай енді, ағаштардың арасында усилитель сетті қойып қойдық. Ал бүгін бізде камарат қызмет атқарам дейді ғой. Мұна жүгердің бәрін өзім апаратын апарам, шашатын шашам. Оның еще мынандай эхолоты бар. Қазір балықтарды іздейміз. Бүгін бізде мынандай бір красавчик болады. Осымен жұмыс жасаймыз. Тереңдік 3 метр. Балық іздеу процесі. Кораблигі. Яқта жүр. Уже жайлап қармақтарын бәрін дайындап жатыр. Камарат мінеге қойып қойдық. Балықтарды іздеп жүрміз. Пока көрінбейді. Эхолотпен арылатып болмады. Қайтып көрдік. Мұна қайығыма ырза болатыным. Короче, битеміз ғой, заттың бәрін машинаға жинап аламыз да. Ар жақта енді жаңбыр жауып кеткеннен кейін отыра саламыз ғой, тамақ ішіп алуға. Тамақ ішіп болдық, заттардың бәрін машинаға салдық та, то есть қайықпен бір көріп алдық, корабликпен. Балық жоқ ешқандай да. Тереңдігі 3 метрдей.
заттардың бәрін машинаға салдық та, міне осы көлді жағалап, қайтадан қайықты түсірдік. 3 сазанды көрдік, 1,7 глубинада жүрген. Сөйтіп та осы жерге осы қармақтарды түсіріп, қазір осы жерге отырайын деп отырық. Қайық бір рахат осы да, шығарасың да, келесің, андай битіп күтіп отпайсың, қашан түседі. Саласың, короче, көресің, балық бар, жоқ, кетесің или қаласың ғой, болды. Мананың шырылдайтын күні бар екен ау, ё-моё. Короче, Аллаха шүкір. Поклевка. Бар ма? Поклевка бар. Көрейік ал. Патсак жоқ. 4 кило. Мына балық көрінді ол. 3 кило. Дома! А? Қалай домаймыз? Мынау не? А? Ей? Кім кеше? 14-18 сағаттқан? Қанша ма? А? Мына балықтың азартына кіріп, мынаны алып шығам деп патсаксыз. Патсактан ұмытып кеткенбіз, мына қарындар аяқтың бәрі су-су болды. Бірақ мынау енді әжіп жүрді оның арасындар. Ё-моё. Ұстадық жүккей, рахмет. Қазір біз ұстаған балықты жайғастырып тастайық. Видеоның басында көрсеткен Армитектің фонаригі. Мінекей, біздің орнын бәрін көрсетіп тұр. Кәдімгідей міне чөткей қып, айналғанда осылай жап-жарқып көрсетеді. Қазір барамыз, реттейміз. Осындай трофейді осы корабликтің арқасында ұстадық. Себебі біз ар жақта болдық. Ол жақта, короче, бірден корабликтің эхолотымен көрдік. Мына жерге келдік. Мына жақта вообще адам жоқ, адамдардың бәрі ар жақтағы балық түсіп жатырды. Бәрі сол жақта отыр, бірақ тишина көбісінде. Біз камаратпен келдік мына жерге. Эхолотын қостық, балықтың бар екенін көрдік, бірден тастадық. 250 метрге завоз жасадық та, қойып қойдық, болды. Ал, ағайын, 2026 сезон ашылды. Міне, мынандай кереметтей трофейлермен бастап жатық. Қанша кило бересіздер? Комментария жаза беріңіздер. Осылай сезонды чөткей қылып ашадық. Міне. Барлығы, короче, мына заттардың арқасындағы. Фирменный брейк фотолар істейміз, оны инстадан көресіздер. Мынау что-то паровой сетейін деп тұрып, ортадағы ырмақ. Дайындалып тұр. Жаңа сәл бос тұрады. Уже ары қарай. Қазір тартып кетсе болды. Паровоз. Жаңағы біздің балықтың түскен крючогы мынау. Андай бір күшті монтаж емес, просто кеше қатты толқын болғаннан кейін грузын сәл ауырлаттық. Енді онша емес енді, конечно, но бірақ бұйырған кетпейді деген осындай ғой. Мен мынау Рич Карпердің крючогы. Жібермейді, ұстаса болды, главное, жібермейді. Қазір
қазір осындай кукурузбен, осындай екі крузикпен пяный кукурузға қосамыз үстіне. Так, ой болса. Жадам дайынсыз ба? Бірінші пультті қосамыз. Приветствую вас. Не забудьте дождаться качества спутниковой навигации и записать домашнюю точку. Так. Үш рет шиқылдаған күтеміз. Так, әдем. Аха. GPS ұстадына. Қайғы істеп тұр. Кана спутник ұстау керек. Так, все. Светтерін қосып алайық. Жап-жасыл қылып, әдемі қылып. Кетті қалай, короче. Домашним точканы сағын еді салайық. Так, все. Сол говоря, ловишь. Кетті осы оған. Камарат кетіп баратыр ал. Нет, на решетку питание вернуть. Метр уже. Қазір бізде қайық 160 уже метрге кетіп қалды. Қазір где-то 250 алып барып сол жерге тоқтатамыз ғой. Судың тереңдігі 3-2 глубина. Пока балық көрінбейді. Но бірақ біз пока точка жеткіземіз, так что нормально. Я 250-ге барды. Жібере берейін ба? Бағана сондай деді. Так, я. Так, енді қараңыздар. Мынау бізде понижайка ғой. Мына екеуін көтереміз. Понижайканы қойып қоямыз да үйге, короче, қайт дейміз ғой. Енді қарасыңдаршы қазір қалай келеді. Мына қайық ұшып келатыр ғой. Йо-моя. Келді камаратик. Иде. Бар ма? Бар. Ема. Достар, мынау жаңа бір-екі рет шиқылдады да, бірақ біз мән бермедік. Бұл да бойл тұр, по-моему, я? Бойлды кукурузға ауысырып тайық деп, пока қатты толқын тұрмай тұрған кезде. Сөйтсе балық бар дейді, ё-моё, қазір көрейік ау. Мына фонарикті алған себебім осындай қыстың күні жерлицаға, флажокқа жағуға, сондай-ақ жазда осылай мына қармақтың басында лескімен үстіп іздеп барамыз. Пока алыс, бұлар тоже 200 метрден әрі жатыр. Тартып келейік ал. Балық шыға ма, шықпай ма. Бірақ паровоз болған жоқ. Бірақ удары болды, бір-екі рет. Достар, качество сәл айып етпейсіздер. Телефон зарядка отырып қалып шықты, все-таки. Бірақ қатты дәу емес. Ну, нағыз қуыратын балық қой, ну, әдем. Қазір сразу зарядтайын деп жатыр, қайттан. Ортадағы қармаққа шықты, жаңа сүйреп алып келатқанға. Бізде поклевка, давай, жігір кеттім мен. Түйшін асап қалды ма? Ё-моё, паровоз аузынан шығып кетті ма не? Білден қайтып келеді ғой, значит, ә? Күтек, қайттан келеді. Енді осылай газ жағып, ішін жылтып, шайнек қойып, шай ішейін деп атқанбыз ғой. Шиқылдайды ғой, и то тыныш болып қалғанша. Қазір қайттан шиқылдаса барамыз, пока біз түнгі перекус жасап алайық. Сағат примерно қазір 1 болып жатыр уже. Осы ғой мына. Осы ғой айттым ғой. Шайнек қайнап үлгерген жоқ ше. Түбі деген осымен қызды балық ше.
мынандай поклевка. Сіздер де тура осындай примерно палаткаға кіріп ең жайғасып жатсыздар и отырғызбайды осылай бір тамақ ішейін десең. Осының басында тұрған сияқты негізі походу шығарамыз ау. Жайлап. Амал жоқ енді шайнекті өшіру керек. Енді бір ішіп дем аламыз ба деп болмады. Шығарамыз. Кеттік. 2-3 кило. 2-3 кило. И то бұның басында грузик ауыр ғой. 250 метрде жатырса. Ал. Ауыр келатыр. 2 грузик қой. Кәдімгі ауыр келеді, бағана дәуді бүйтіп шығарған жоқ еді ме? Так, примерно онда 2 кило шығар. Күш жетпей жатса. Бірақ 2 кило нормаль тарту керек қой. 2 килоның өзі по идее нормаль тарту керек қой. Осымен дәуді шығармаймын. Сондай болып сезіле ма? Анау сияқты. Одан қатты ауыр. Одан қатты ауыр? Бұны қалай? Айналдырамын атам, алып тұрмын. Қалай болып кетті ну? Блин, мына фонарь қайда? Так. Бұны енді анау аяқтан ақ бөлді етсе. Қайттан су болайын деп тұр қой, ә? Короче, ең тартады. Ең қызығы достар айтайын ба? Біз пацакты да әкелмедік, садокты да әкелмедік. В общем, кәдімгі чисто пикник ретінде келдік. Бірақ сезонды ашып өттік байқамай. Көріп тұрсыздар. Қатты ауыр ма? Болды. Өмірі ба? Аллаға шүкір. Зор. Саған удар беріп жатыр ау, анекта. Мына жаға келген кезде қиын болады. Кеп қалды. Кәні, көрінді ма? Жоқ, көрінді. Да. Ох, әдем. Че, нормаль? Не сдается? Шашамаған мынау. Әдем. Бітті баптай. Құтты болсын. Сезон зор ашылып жатыр. Үшінші балық. Патсақсыз шығаруды айтсай. Патсақты айтсай сол. Патсақсыз келеміз ау келесі жолы ше. Патсақты да алмағанбыз, етікті де алмағанбыз. Суға кіруге вообще желание жоқ қой. Біз ұйқыдан тұрған жоқпыз, ұйықтап жатырмын мынау. Шырылдап жатыр. Ана вайб мынандай болып тұр ғой. Көрейік. Ұйқыдан зыра тұрдық па, тұрмадық па? Бағана қойырдық. Сол бағана бір-екі рет тың. Өшім сөздің ашығы мына балықты шығаруға еріндік қой біз. Бағандан бері бір-екі рет бүйтіп қимылдақ қояды. Қазір енді қоймай 3-4 рет қимылдады. Кішігірім паралыз жаса, содан кейін тұрдық, амал жоқ. Айтпаса негізі жатқан адамбыз ғой. Мінекей қармақты қайырып әдемілеп тартадық. Кеп қалды уже. Пока көрінбейді. Короче, жаңағыдан айырылып қалдық. Сонымен мынаны просто қолмен лақтыра салдық ше. Қазір қайттан жинап, ермей қайықтап келдім. Қайықпен өзінің точкасына жіберем. Жаңағын по-любому ұстау керек. Өйткені сол үшін ұйқымнан тұрдым ғой мен.
осы жүкейдің бір жақсы жері қандай бойл салам деп басқа жерлер сияқты ойланып жүрмейсің, тек 4 кукурузды аласың да болды. Сол 4 кукуруздың өзі баяғы жетеді. Дәуінде кішкентайында көрген сазанның любой алып кетеді. Болды, камарат кетті. Қазір аны өзім реттеймін. Атак негізі фрикционмен болмайды негізі. Просто жалғыз болғаннан кейін ыңғайсыз видеоны түсіріп аламын да қазір реттеп өзім бүйтіп қолмен ұстап тұрамын әдемілеп. Камаратпен завоз кетіп отыр. Болды, қармақты дайындап қойдым. Енді смело ұйықтауға болады. Рация қосылып тұр, пейджер. Енді смело. Ал қайырлытын ал бәріңе. Давайте. Ұйықтап атсам, короче, мына қармақ қайта шулап атыр. Көре салайын деп атырмын. Ема, бар. Бар. Шүкір. Мынау құлап атыр неқта. Әдем. Йоп, кедек. Мощно тұрыпты. Әдем. Таңға шик онда. Кеттік жұмыртқа. Мына жерді сүртіп пияз сұрап алдым. Так, қазір сковородка қыздырып отырмасын. Май құямыз. Майды сосын май қызғаннан кейін жұмыртқа, завтрак, шай ғой, короче. Пиязды қуырып болып жұмыртқаны салып жүрдім. Пісін душы. Сосын шай қоямыз астына. Мынағанда қойға болады, бірақ құлап кетем ма деп сәл қисық отырып қой. Достар, Армитек фонаригінен менде енді 2 болды. Егер сіздерге осы фонарик қызық болып жатса, онда осы видеоның описаниясында сілтемесі бар. Кіріп, қарап, өздеріңізге ұнаған сатып алсаңыздар болады. Палаткін жайлап жайғастырып жатсам, палатаға қайтымыз, қармақтар жинай береді, мен палатқа жинай беріп. Сөйтсем, мына жақта Арман, камераңды қосып келе бересің ау дейді. Чота бірдеңе бар. Кеше бір рет ба пикет еткен осы ғой да? Ойбай, пикет еткен дептің көсіптелмен. Пиқылдаған. О, Джексі. Қайда? Анау. Бәрекет, бәрекет. Диман, қатты май істеп тұрсам, көтерсің? Чайкан неге қарап тұр екен? Интересно. Біздің красавчик көрінді ал. Тартып, ойнатып атыр. Жел дала. Қашып атыр. Хорош. Кеп қалып. Мына жақта біздің байлақ қойған балықтар тұр. Мына жерде келеді. Әдем. Ой. Әдем. Жаровня. Ананы іліп келе тұрды үші, екінші қармақ. Ем-майя. Тартпа, крючок тартпа. Мен нем тұр, қолым тұр. Ой, бәрекелді. Кет алада. Ана жинай берсін жайлап, бірақ қатты тартып қойма, мен қолым крючокқа кіріп кетеді.
крючогыңмен бірге ұстап тұрғансың ғой. Екінші лескен жіберу керек. Тота, тартпа. Өзің келіп. Әдемі сазан. Хороший сазан. Мен де барайыншы деді ғой. Вот жүр дедік енді, амал жоқ, алып кетеміз. Үшінші қармақтан да, ё-майо. Палаткаға барып жинай берейін ба десем, не дейсіз? Қойш. Мына майсыр тұр ғой, ё. Бәрекелді. Мынау шығып кетпесе 6-шы балық болады. Зор ғой. Енді 250 метрден білмеймін, не күліп тұрған 250 метрден тартайын деп тұр ғой. Давай. Бағана 200-дің өзім 5 минут тартқан мен. Кете берейін мен, достар, кете берейін. Шығып кетті балық. Біз барлығын, короче, жинап болдық. Біздің орнымызға сразу басқа адамдар келіп жатыр. Ал, балық тап кетуге келдік. Біздің 5 балық. Мені әдемірек тұрып арқандап қойдық. Свежий болып барады. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Өткен келесі видеолар шыққан кезде сіздер білмей қалуларыңыз мүмкін. Сондай-ақ менің каналдарым сіздерде жоқ болып кетуі мүмкін. Сондықтан давайте қолдап жүрейік. 2026 сезон ашты. Карп, сазан. Ай, тамаша. Мені бірінші түскен балық сразу дәуден келді. Қалғандар мынандайлар. Кішкентайдың өзі көзіме төгіп. Мені аяқ мынандай 43 размер. Бәрі от души. Тамаша балықтар келді. Өте тамаша балықтар. Семіз. Ал, қатты семіз емес. Ең кішкентай амыр ғой керек. Осымен 2026 сезоны әдемілеп тұрып ашылды. Мынандай уловты ұстауға көмектескен Камарат кораблигі, сондай-ақ Армитектің фонариктары, следопыттың пеші, сондай-ақ мастер фиштағы крючоктардың сілтемелері осы видеоның описаниясында болады. Кіріп өздеріңізге қарап шықсаңыздар болады. Олай болса каналға тіке лайк басып ұмытпаңыз. Давайте достар, всем пока, келесі видеода кездескенше.